жері даңқты спортшыларымен иісі қазаққа танымал. Өткен 20 ғасырда Қарағанды облысы көлемінде Битабар палуанның аты кеңінен танымал болды. 1930-50 жылдар аралығында күрес өнерін дамытуға Бұқаев Мұхамеджан зор үлесін қосты. Жанарқа жастарының арасында алғаш рет үйірме ұйымдастырып, мектеп балаларын күреске баулығандар Асқаров Тайтөлеу, Биткозов Тиқанбай, Бүкенаев Тисенбай, Нығызбаев танау болды. 70-80 жылдары Жүнісов Бақтияр, Мизбеков Мерген, Омаров Қуат, Халилин Ерден, тағы басқа палуандар республикалық, халықаралық жарыстардың бас жүлделерін жеңіп алып, спорт әлеміне кеңінен танылды. Жанарқа жеріндегі спорт түрлерінің, әсіресе күрестің дамуына 1967 жылы ашылған аудандық жас сұңқар спорт мектебінің ықпалы өте зор болды. Директоры болып Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, спорт қайраткері Ғазым Жарылғапов тағайындалды. Мектепте 120-дан астам күрестің, самбо, қазақ күресі, дзюдо түрлерінен спорт шеберлері Ағайынды Байшолақовтар, Айбатыр Махмутов, Думан Хасеновтар бастаған әлем, Европа, Азияның бір топ чемпиондары дайындалды. Кәсіптік мектептің спорттық базасында дайындалатын дарынды бапкер, спорт шебері Тынысбаев Сұлтанның шәкірттері Абзалов Қайрат, Барменов Асылхан, Істілеуов Дәурен Жанарқа спортының даңқын асқақтатты. Самбо күресінен спорт шебері Қыдырбеков Рахметолланың, Мақсат Ибрагимов, Ержан Жүсіпов бастаған небір дүбірлі республикалық және халықаралық жарыстарда шәкірттері ел намысын абыроймен қорғады. Ат бәйгесінен ерте уақыттың өзінде Жанарқа өнері той жиындарда бәйге бермей, әркез жүлде алған. Кейінгі жылдары жанарқалық белгілі спортшы Дүйсенбай Бүкенаевтың ойлап тапқан ат спортының жаңа түрі сайыс қолданысқа енгізіліп, аудандық, облыстық, республикалық жарыстардың бағдарламасынан орын табуда.